Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз бүгін мынадай арткамда 3D панельді жасауды сіздерге көрсететін болам. Ол үшін сіздерге видеоның астына импортталатын DXF форматындағы векторды беретін болам. Сол жерден жүктеп аласыздар. Сол бойынша импорттап осындай 3D панельге қол жеткізетін боласыздар. Ол үшін сіздерге видеоны анықтап көріп, асықпай түсініп, орындау жеткілікті болады. Ендеше біз бастадық. Ең әуелі бізде жаңадан бет ашайық. Жаңадан парақ ашайын мен. Жаңадан парақ ашамыз. Ой, модель. Осылай кез келген бір формат жаз. Қараңыздар, енді біз сілтемені жүктеп алдыңыздар дейік. Содан кейін векторға өтеміз, импорттау бөліміне басамыз. Басқаннан кейін міне біздің өзіміздің жүктеген файлымыз. Осыны ашамыз. Еш нәрсесін өзгертпейміз, импорттаймыз. Окей дейміз. Енді қараңыздар, бізде панеліміздің сызбасы келді. Енді осыны, бұл қазір бөлек тұр. Енді осыны біз сыртқы рамкасын қалдырамыз. Сыртқы рамкасын бөлек бір слойға жіберейік. Бітті, бұл кетті, мына жаққа орнатылды. Міне, сыртқы рамканы алып тастадық. Енді осыны біз қандай фреза жібереміз, немен істейміз. Ол үшін бізге қараңыздар, мынау тұйықталмаған бөліктерді сіздер біріктіресіздер. Бұның бәрі неге қалдырылған дегенде, мынадай аумақ, мынадай жерлер. Ары қарай бізде үлкен қабырғаларға панельдер істеу үшін бізде осыны қараңыздар, симметрия жасап, төмен қарай жалғастырып кету үшін солай біріктіріліп қалдырылған. Яғни аяқталмаған сияқты қалдырылған. Қараңыздар, енді бұл бізде дәл қазіргі видеода осыны жеке өзін істеп көретін боламыз. Сондықтан бұны біз сызықтарды тұтастырамыз, біріктіреміз. Бас аяғын аяқтаймыз міне. Сіздерге түсінікті болу үшін. Осылай жеке-жеке сызып шығайық. Сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Міне. Осылай барлығын аяқтаймыз. Артынан сызықты, ең соңынан сызықтарды бір жүйеге келтіреміз. Мынаны алайық, мына жерге біріктірейік. Мынаны алып, мына жерге біріктіреміз. Мынаны алып, мына жерге біріктіреміз. Солай барлығын деп шығамыз. Міне, енді келесі жартысы. Мынаның өзіне істей саламыз. Жалпы бұны түзу бір сызық сызып істей салуға болады. Мен сіздерге түсінікті болсын деп істеп жатырмын міне. Тура осылай бөліп шығамыз, бәрін асықпай. Енді
осы сызықты тура тартайық, сәл ұзын қылып өткізіп жібереміз. Ол үшін сіздерде сызық түзу болу үшін контролды басып тұрсаңыздар жеткілікті. Контрол баспасаңыздар қандай да бір градусқа бұл қисық кетуі мүмкін. Сол үшін контролды басып тұрамыз да мышканы жай ғана қозғаймыз. Міне, ұзын қылып істейік. Қатты ұзын. Бітті. Ескертіп басамыз. Клавиатураның сол жақ ең үстіңгі бөлік кнопкасы. Басамыз. Енді жоғары жақтан мына сызықты төмен түсіре саламыз. Ол үшін тағы контрол басып тұрсаңыздар болады, я болмаса жай ғана түсіре салсаңыз болады. Бұл біткеннен кейін біз қайшы аламыз да осылай кесіп тастаймыз. Міне біздің сызық дайын. Енді осыны бізде мынау бөлек тұрған сызықтарды біріктіру керек, яғни бір жүйеге келтіру керек. Ол үшін біз не істейміз? Өткен сабақтарда да айтылған, яғни бұны біз бір-біріне біріктіреміз. Қараңыздар, 60-та 37 деп тұр. Не 37-де 37 болды. Яғни сызығымыз толық бірікті. Міне, мына жерде қараңыздар, мына жерде қара сызық бар. Міне, қара нүкте өзі белгілі болады. Қандай да бір қателік болатын болса, енді осыны біз қалай істейміз? Әдетте, мына бөлімге өтсеңіздер, мынау өзі жоғалтылады негізі. Қазір қараңыздар. Окей дейік. Қайтадан көреміз. Бұны өзі жасай алмады, сондықтан қайшымен кесеміз. Окей деп. Енді қайтадан көрейік. Міне қараңыздар, жасыл болды. Тура солай барлығын бір көріп шықсаңыз болады, артықтық етпейді еш нәрсе. Міне. Барлығы тамаша болғаннан кейін біз жалпы бет барлығын таңдаймыз. Траектория бөліміне өтеміз. Мынау кнопканы біз басамыз. Мына жерде бізде векторлар берілген, траекториялар берілген. Мына жерден таңдалған вектор, біз таңдалған вектор істейміз осылай. Және мына жерге қандай да бір пышақты, яғни фрезаны таңдаймыз. Бұл бізде радиусный фреза болады. Егер сізде 120 градустық, 90 градустық фрезаларыңыз болса, ол да жарайды. Бірақ ол кезде форма басқа, пішін басқаша шығады. Сондықтан біз қазір мына жерден диаметрі 32 болған, яғни өзімізде бар фрезаны қолданамыз. Диаметрі 32. Міне, бұл жай ғана жазылған. Өзіңіздің станокқа байланысты жазып алсаңыздар болады. Әдетте бұның барлығы миллиметр минутпен жұмыс жасайды. Окей деп таңдадық. Таңдағаннан кейін бізде материал таңдаймыз. Материал бізге 18 деп жазайық. Окей. Бітті. Енді атын жазамыз да, осылай жібереміз траекторияны. Қараңыздар, барлығын бұл жұмыс жасап шықты. Міне. Енді біз кесу бөлігіне өтеміз. Мына жерде сыртқы рамкасы жоқ. Енді рамканы біз бағана жасырып қойған едік. Алып келеміз. Не тұр? Слой 1. Бұл көрінбесе де бәрібір бізге. Т бөліміне өттік. Міне кесетін. Мына жерден таңдалған вектор слой 1, 103 болып тұр ғой деймін. 103, осыны таңдадық. Кесетін жері бұл бізге керек емес. Мына жерде қандай фрезамен біз кесеміз. Өзіміздің таңдап алған қандай да бір 6-лық, 8-лік, 12-лік фреза деген сияқты өзіңізге қалаған. Мен қазір мына жақта бір фрезаны таңдай салайын, 12 мм. Бұл жай ғана үлгі болғандықтан салдық. Міне. Енді есімін жазамыз. Кесу деп жазайық. Кесу.
Бастық. Мынау бізде мына жерден біз фреза қайтқандықтан бұл дұрыс көрінбей қалады. Мына қараңыздар, сыртынан кетеді, мына жақтан бізге жайсыз көрініп қалатын болады. Сондықтан біз бұған вдол жіберейік қазір. Міне. Бітті. Сызбамыз дайын деп есептесеңіздер болады. Бұл жерде траектория басамыз, имитация жібереміз. Жоғары деңгейде сапасы. Бұл негізі станок өте жылдам жұмыс жасайды. Бұны өздеріңіз сынап көрсеңіздер, станок болса жасап көрсеңіздер болады, ешқандай қиындығы жоқ. Сызбаны сызбас бұрын қандай да бір формаға анықтап қарап ойлансаңыздар, және программаның мүмкіндігін жақсы білсеңіздер, функцияларды жақсы қайталаған, жақсы түсінген болсаңыздар, бұны жасаудың ешқандай қиындығы болмайды. Сызудың да ешқандай адам істегенді адам жасайды дегендей. Енді қараңыздар, бізде сызбамыз дайын болды. Міне панеліміз міне бірден көрініп тұр. Осылай қандай да бір кішкентай бөлігі пайда болса болды, сіздерге ары қарай үлкен аумаққа, мысалы метрлеп, квадрат метрлеп өздеріңіз кете бересіздер. Симметрия жасап, ұлғайтып деген сияқты. Енді біз бұл жерде имитацияға келдік. Артық бөлімді өшіріп тастаймыз. Басамыз. Міне автомат түрде артық жерді өшіреді қазір. Міне бізде сызбамыз дайын болды. Қараңыздар. Мына жерден қандай да бір материал таңдап көрсеңіздер болады. Міне. Міне. Жақсы, назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін.